Семей полигонының жабылғанына биыл 25 жыл. Елбасымыз 1991 жылдың 29 тамызында ядролық полигонды жабу туралы жарлығына ресми қол қойған болатын. Бұл еліміздің ядролық қарудан бас тартудағы бастамасы еді. Қазірде елімізде мыңнан аса адам жойқын қарудың зардабын тартып отыр. Олардың қатарында 200-ге жуық маңғыстаулық бар. 1970 жылы Маңғыстау облысынан Семейге әскери борышын өтеу үшін 14 әскер аттанды. Солардың қатарында Қорғанбай Іздібай да бар. Ол 17-ші радиотехникалық әуе шабуылына қарсы қорғаныс әскері қатарына алынады. 20 жастағы жігіт сынақ алаңында 2 жыл борышын өтеп келді. Елден бірге кеткен 14 жігіттің қазір 5-еуі ғана бар. Іздібай атаның жерлестерінің дені әскери борышын өтеу кезінде қаза болыпты. Когда я 2 года подряд был учение. 2 жыл қатарынан оқу жаттығу болды. Сол уақыттары қайтыс болғандардың саны көбейді. Себебі күн ыстық, арнайы құрылғысыз болмайды. Оны шешетін болса, демалу қиын. Ештеңе көрінбейді. Жоғарыдан қанша ұшақтың ұшып жатқанын да білмейсің. Әскерилерді тексеру үшін жарылғыш заттарды лақтыратын. Семей полигонының салдарынан көптеген ұрпақ зардап шекті. Бейбіт халық түрлі сырқатқа да шалдықты. Ардагер елбасының халықтың қауіпсіздігі үшін ядролық қаруға тосқауыл қойғанын қолдайтынын атап өтті. Я могу сказать так. Менің айтарым мынау. Осы ғасырда Аллаға шүкір біздің еліміз президентіміз Нұрсұлтан Назарбаевтың арқасында бейбіт өмір кешіп отыр. Оны барлығының білетіні ақиқат. Бірақ ең бастысы ядролық полигонның жабылуы. Мұны барлық ел тойлау керек және әлем бейбіт өмір сүру үшін ядролық қару болмау қажет деп ойлаймын. Сәуір айында Вашингтонда өткен ядролық қауіпсіздік жөніндегі халықаралық саммитке қатысқан елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанда ядролық қауіпсіздіктің деңгейі жоғары екендігін айтты. У нас на национальном уровне реализован комплекс мер по физической и ядерной безопасности. Біздің елде ядролық қауіпсіздік шараларын ұлттық деңгейде бақылау жүйесін жетілдіру жұмыстары жүргізілуде. Ядролық радиоактивті материалдар орталығы құрылып, реакторлар Алматыдағы ядролық физика институтында зерттеуден өтеді. 29 тамыз халықаралық ядролық сынақтарға қарсы күн. Бұл Қазақстан Республикасы президентінің бастамасымен Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясында бекітілген болатын. Ресми дерек бойынша Қазақстанда Семейдегі ядролық сынақтан зардап шеккендер саны 1 300 000 адам. Жұлдыз Тоқбаева, Инабат Алдияр, Бейбіт Нұрсейіт, жаңалықтар.